Әріптесім Сәкен Сейітханұлы айтқан құрылыс саласындағы өзгерістер 5 реформадан тарайды. 5 реформадан бастау алған тың жаңалықтар мемлекеттік қызмет саласында да көп. Мәселен, конкурс өткізу қазір ішкі және жалпы болып екіге бөлінген. Әуелі бос орынға сол мекеменің өзінен маман іздестіріледі. Бірнеше жыл бойы тапжылмай жұмыс істеп істің жай-жапсарын жақсы білетін адамды әріптестердің арасынан іздеу біріншіден дұрыс, екіншіден әділ секілді көрінеді. Егер лайықты адам іріктелмесе, сынаққа бүкіл мемлекеттік мекемелердегі қызметкерлер қатыса алады. Мұны ішкі конкурс деп атаймыз. Ішкі конкурс кезінде кандидат табылмаған жағдайда ғана жалпы конкурс өтеді. Демек, осы тұста қолында заңнама жөніндегі сертификаты мен жеке қасиеттерді бағалау бойынша қорытынды қағазы бар кез келген азамат бақ сынай алады. Ал тест тапсыруда жетілдірілген, ол өз алдына бір бөлек әңгіме. Осындай өзгерістерді қамтитын мемлекеттік қызмет туралы жаңа заңға қабылданған этикалық кодекске тағы бір мәрте зер салуды жөн санадық. Бақтияр Хамидтің шолуы. Талап қатайып, тәртіп күшейеді. Осы қос тіркес мемлекеттік қызметке қатысты жаңашылдықтардың мән-мағынасын барынша ашады. Су жаңа заңға сәйкес енді мемлекеттік қызметке көлденең көк атты адамдар келе алмайды. Өйткені үміткерлер 3 сатылы сыннан өтсе ғана қызметке қабылданады. Алдымен олар заңнаманы 5 саусағындай білуге міндетті. Екіншіден, әдептен аспайтын әбестікке баспайтын адалдығын дәлелдеуі тиіс. Соңғысынан мемлекеттік орган өкілімен сұхбаттасу. Осы сыннан сүрінбей өткендер ғана мемлекеттік қызметке бір табан жақындайды. Алайда ескі заңда 3 айға созылған сынақ мерзімі жаңасында 6 айға дейін жалғасады. Сол уақыт аралығында кәсіби қарым-қабілетін көрсете алмағандарға қосымша 3 ай уақыт беру қарастырылған. Тағы бір жеңілдік, жас мамандарды арнайы бекітілетін тәлімгерлер жұмысқа баулайтын болады. Мемлекеттік қызметкерлерге еңбекақы төлеуге қатысты да елеулі өзгерістер бар. Жаңа заңға сай жалақы әр қызметкердің лауазымына емес, атқарған жұмыстың күрделілігі мен нәтижесіне қарай төленеді. Қызметкердің аса жемісті жұмысы бонуспен бағаланады, яғни еңбегіне қарай өнбегі. Бастама 2017 жылдан бастап жүзеге асады. Жемқорлықпен күрес мәселесіне де мән беріліп, оның алдын алуға бағытталған қатаң шаралар қабылданды. Мәселен, бұдан былай мемлекеттік қызметкерлерге тарту таралғы алуға болмайды. Ал ресми кездесулерде жасалған сый-сияпаттар болса, олар дереу мемлекет меншігіне өткізілуі тиіс. Ауыл шаруашылығы министрі Асылжан Мамытбеков дәл солай істеді. Министрге Қытайда тарту етілген ұялы телефон мемлекет меншігіне өткеннен кейін көп ұзамай электронды саудаға шығарылды. Сатылып жатса, ел бюджеті қосымша 48 мың теңгемен толығады. Жемқорлықтың алдын алады деп әзірленген келесі бір құжат мемлекеттік қызметшілердің жаңа этикалық кодексі. Онда мемлекеттік қызметкердің жұмыс барысындағы іс-қимылының қағидасы, көпшілік алдында өзін-өзі ұстау ережесі, тіпті жұмыстан тыс уақыттағы жүріс-тұрысы түгелдей қамтылып, тайға таңба басқандай етіп көрсетілген. Мәселен, мемлекеттік қызметкерлерге қоғамдық орындарда мас күйінде көрінуге тыйым салынады. Сондай-ақ дөрекілік танытып, оғаш мінез көрсетуге де болмайды. Оларға адал, әділде, қарапайым әрі сыпайы болу талаптары қойылады. Қай кезде қай ортада болмасын, мемлекеттік қызметкер заңдылықтың сақталуын қамтамасыз етуге міндетті. Осы орайда мемлекет қызметіндегілерге әдептен озбауды этика жөніндегі өкілетті өкіл үйрететін болады. Олар үйретіп қана қоймай, этика талаптарының сақталуын қадағалайды. Бұл институт орталық мемлекеттік органдарда, сонымен қатар өңірлік деңгейде, яғни облыс және Астана мен Алматы әкімдіктері аппараттарында енгізілген.